полный бак құйып алдық. Счетчикті обнулять етеміз. Пробег 172.075. Прям аямай құйды едім, все равно кішкене жетпей қапты ғой. Так, вольт ашамыз. Сағат 11-ден 1 минут кетті уже. Көтерілген тарифтер дейді. 40%-ке қымбатырақ болады бүгін дейді. Ой, микрорайон Айгерім дейді. Заказды алмай қойса да болады. Ешкім ұрыспайды. Онамайды. Общий 808-де 6 километр, бағасы 1834 теңге дейді. Басында бәрін подряд қабылдай беретін ғой. Сөйтсем, жігіттер айтады, бұл жерде қабылдамасаң да болады. Ешкім оған ұрыспайды дейді. Келесі заказ 1979 теңге. Общий маршрут 9-да 8 дейді. Бұл қай жерде? Менен 5-те 3 километр дейді, до клиенті 4,5 дейді. Но аптека, Раус Фарм. Давайте алайық, өйткені аптекалардан в основном 3-4 адреспен береді. Әр адресін бөлек-бөлек тарификация ретінде есептейді. Сол үшін кеттік. Мына жерде Яндекс картаны орнатып қойғам. Навигаторды қосамыз да. Менен 14 минут жер дейді, 13 минут жер. И кете береміз навигатормен. Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздер Қазақ такси арнасындасыздар. Арнаның жүргізушісі мен Орынбаев Мерей. Бұл арнада мен өзімнің такси бағытында жұмыс істеп жинап жүрген тәжірибелермен бөлісіп жүрмін. Арнаға жазылып қойыңыздар, коммент, лайк обязательно қойып тастаңыздар. Біздің басты мотиватор, продвигатор, радиатор, генератор деп қойып кетсең да. Сол үшін давайте лайк-майктарыңызды аямаңыздар. Бүгін көріп отқандарыңыздай вольтқа шықтым. Вольтта 2 апта болды жұмыс істеп жүргеніме. Көңілім полностью толып жатыр. Өйткені бүгін жұмыс барысында не үшін маған ұнағанын и қандай минустары бар екенін жайлы айтатын боламын. Сұрақтарыңыз болса, барлықтарыңызды комментарийда күтем, барлықтарыңызға жауап берем. Сосын менің сүйікті отдушенский, дерзкий, мощный подписчиктерім бар жазып отқан: Мерей, что-то қайқа жоқ болып кеттің, тамақ ішпедік па деп, сенің видеоңды көріп отырып тамақ ішеміз ғой дегендерге астарыңыз дәмді болсын. Өте приятно сіздердің сөйтіп мен уайымдап қайқа жоқ болып кеттің деп сұрап жүргендеріңізге. Қазір Инстаграм мен ТикТокты да параллельно жүргізіп жатырмын. Инстаграмда прикол, ТикТокта в основном эфирға шығамын. Сол үшін Инстаграм мен ТикТоктың да сілтемелері астыда болады. Өтіп жазылып қойсаңыздар болады. Барлықтарыңызға алдын ала үлкен рахмет. 330, 372, 824. Так, бар. 0697 соңы. 330, 380, 697. Так, міне 3 заказ алдық. Көріп тұрғандарыңыздай астыда. Қазір енді біріншісіне апарамыз. Бәрі примерно бір направление болу керек. Здравствуйте. Пожалуйста. Так. Заказ доставлен. Кеттік, келесі адрес. Начать сейчас. Кабдолова. Прям Гранд Парктың ішіне бар дейді. Поехали. 10 минут. Оказывается, бірінші жай 2 пакет бір адамға екен. Походу бөлек-бөлек заказ берген, и из-за этого, наверное, қазір екінші пакет машинада қалып кетті ғой. Барып алып қайтып тура сол кісіге береміз. У вас, оказывается, еще один пакет. Пади. А я пока не завершу, там же не увижу следующий адрес. До свидания. Так, 7-ші микрорайонға жеткіздік, и екеуісі, то есть бөлек-бөлек заказ бергеннен кейін бөлек-бөлек заказ болып, то есть курьерді де 2 рет заказ беріп жүрген ғой.
Брадерске әкелдік. Екі соңғы заказды. Кішкене қорытындылап жіберейік енді. Қараңыздар, мына жерге статистика деген жерге кірсек, бүгінгі завершенный доставки 3 километражды әлі есептеген жоқ, қазір біраздан соң обновляция етіледі. Сол 3 заказға алған бағамыз 4017 теңге. Заправкадан шығып жүрген километражым 11 километр болды. Уақыт 12-ден 4 минут кетті. То есть 1 сағатта 4000 теңге. Осындай. Ары қарай әңгіме айтамыз. 5-ші микрорайоннан Дос Оптика 5-ші микрорайон дейді. Апару керек 1-ші микрорайонға. Менен 2-де 4 километр жер дейді. Клиент 1-ші микрорайонда. Кеттік, алып кетейік. Ничего страшного. Общий 5-те 2 километрге 1400 теңге төлейміз дейді. Может, қазір мультизаказ болып, тағы сол жерден үстінен қосып берер заказдарды. Термосумкасы, Вольттың өзінің термосумкасы мынандай, мұны көріп отырсаңыздар, мүмкін дәу, дубалдай, короче. Неден офисінен барып алдым. Басында тегін деген, вообще ешқандай. Сосын кейін біреулер айтады, қазір группаға қосып қойған, жаңа автокурьерлер отыратын парктан мен сол группада қосып қойған, сол жерде жігіттер айтады, 20 000 теңге сіздің шотыңыздан шешіп алады, ол как депозит ретінде болады деп. Сосын кейін Вольттан шығам, болды, жұмыс істемеймін деген кезде сумканы апарып қайтып бересің, саған 20 000 теңгені қайтарып береді дейді. Бірақ состояниесі нашар болса, ол да бермей қою мүмкін дейді да. Осындай пока что менен ақша алынған жоқ, маған басында бәрі тегін деген. То есть точно айта алмаймын. Айтып отырмын ғой, мен өзім Вольтта жүргеніме 2 апта болды. Әлі күнге дейін көп кейбір заттарын білмей жатам. Ақша шешу жағынан қараңыздар, ең главный минусы маған ұнамаған жері Вольттың. Ақша аптасына 3 рет түсіп отырады. Бір жағынан жақсы да болуы да мүмкін кейбірлерге, өйткені жиналып түседі, бірақ кейде задержка болып қалады екен. То есть маған мысалы бір аптаның ақшасын, примерно бір апта жиналып барып түсті, ол 4 күннің жұмыс күнін примерно 90 000 болған, жаңа проценттерін бәрін алып маған келгені 71 000 теңге. Ол 4 күнге. Плюстарына келетін болсақ, қараңыздар, бұл жерде көріп отырсаңыздар, пробег қатты алыс емес, мультизаказ болса әрқайсысы бөлек-бөлек тарификация болады. Және рейтинг, приоритет, анау деген сияқты тема жоқ бұл жерде. То есть заказды аламын десең, ұнасаң аласың, ұнамаса алмайсың. Бірақ енді қатты злоупотреблять ете бермеуге де керек шығар, өйткені қат подряд ешқайсысын қабылдамасаң, білмеймін, может быть, өздерінің бір несі бар шығар, жаңа қарайтын, қарап отыратын. То есть главный жұмысте, главный ақша тап. Поверните направо. Арасында кейбір заказдар сізге не по пути болса, ұнамаса, тариф ұнамаса, алмауға полностью неңіз бар деген сияқты, құқыңыз бар. Дос Оптикадан заказды алдым, енді Алтынсарина Абайядағы тағамнан тамақ алып кетті дейді. Примерно сол направленияда. Жаңа термосумкасының темасына қайтып келетін болсақ, өзіңкі добалдай, менде Яндекстің қара сумкасы бар, кішкентай, компактный. Сол мен кіре берем, то есть бастысы сізде термосумка болу керек, ресторандар айтпесем тамақ бермей қойды. Сол ғана, не обязательно там брендированный мынандай сумка болу керек деген сияқты. 20 000 теңге ұстамау үшін, то есть бұл жерде сумканы OLX-тан аласаңыз болады деген сияқты, бушне или басқа жаңағы сумкаларыңыз болса, ештеме етпейді. Главное, термосумкаңыз бар, тамағыңызды аласыз и апарып жеткізесіз болды. Мен түсінгенім бойынша, возможно, қателесіп отыруым да мүмкін, айтып отқандай, кішкене опыт аздау менде пока что. Бірақ проблема көрген жоқпын. 2 аптаның ішінде барлық жерге Яндекстің сумкасымен кіріп кете берем, егер пицца болмаса заказда. Пицца болса, я Вольттың сумкасы ыңғайлы. Тағамнан тамақ алып едім, қабылдадым, арғы бетте Москвадан тағы бір заказ түседі ғой. Тоже бір бағытта бәрі, қазір көресіздер. Сонымен общий қайтадан 3 жинап алдым. Оптика, тағам и кофе бумнан алдым. Сосын мына жерде мынандай не бар, қараңыздар, минус 19 деп тұрған, бұл мен 19 минутқа кешігіп баратырмын. Вольтта заказ берген кезде примерно осынша уақытта келеді деп айтса керек клиентке, сол уақытты осы жерге қойып қояды. Көбінде мен негізі кейде нелер осындайлар минус 40, минус 50 минутпен барады да кешігіпші. Сонда да клиенттері все, рахмет, тамақ болса да ғой, бар ғой.
ерекше бұл жердің клиенттері. Кішкене доставканың арасындағы комфорт десе болады екен. Бір әлі 2 аптада қанша кешік барсаң да бір клиент ала көзімен қарап, андай мұндай болған жоқ. Бәрі смело андай. Все, рахмет. Чаевой көп береді еще. Қанша чаевой алдым мен. Осы 2 аптаның ішінде примерно 5000 теңгеге жетіп болды ғой чаевойлар. Бұлай наличкамен береді кейбіреулер 500 теңге, там копейками 300-200 қылып береді, а еще плюс приложениядан келеді. О, я вас знаю уже. Вы же это, активистка наша, тюлени за тюлени, да? Серьезно? Здрасте. До свидания. Короче, бағана айтқанымда көрдіңіздер ме? Тар лифт. Ана Вольттың сумкасымен кірген кезде точно сыймайтын. Көрсеңіздерші. Сюда. Кажется, запомнить, что надо было вытирать. Нет, айналар. Сейчас, после пробег 19 километр болды. Сағат 12-ден 57 кетті. Линияда жүргеніме 2 сағат болды ғой сонда. Мына соңғысы есептелген жоқ қой деймін әлі. Я мына енді есептелді. 6 вручение 7615 теңге. 19 километр 2 сағат болды линияда, бірақ заказ жоқ болып қалды что-то. Или мына жерде интернет слабый ма, негізі біз жақсы жерде тұрмыз. Мына жерде Burger King бар, KFC бар. Оппа, айтқанымдай KFC Ақсай. Кеттік. 4 километр 1300. Сол жерден тағы мультизаказ болып шықса, вообще тіпті керемет болады. Основном KFC постоянно ожидание. Вольтта негізі көбінде келесін ожидание болмайды, алып кете берші. Редко осындай болады. Күтіп қалатын кездер 10 минут күтесің болады. KFC-де ұзақ отырып қалдым. 10 минутта дайын болады дегендері 15 минутқа созылды. Сосын қазір курьерлар түсінеді. Осы KFC-дің жұмысшылары кішкене звезда ұстап алған бар ғой. Анау слишком кейбіреулер даже бүйтеді ғой. Жұмысшылары ше бір-бірімен деп тұрады ше, жұмыс істеп. Я сервис қайда, еще адамдармен грубо сөйлеседі ғой. Че там дайын бола ма, не болып кетті десең, бәрі күтіп тұр ғой. Анау мынау деп ше. Походу KFC-ді слишком қатты жақсы көреді біздің қазақтар. Кей кездерде ойлап қалады ғой деп, типа крылышкамды ала алмай қалам, қазір мыналар сатпай қояды деп ойлайма. Өте грубый персонал, по идее. Бір заказ ғана шықты KFC-ден. Аяқтадық. Кішкене центрге қарай барамыз ғой деймін. Что-то микрошақта заказдар слабый болып жатыр. Или төмен, мені подачаларын көрсеңіздер. Мынаны алуға болады, просто қош. Нұркент деген райондар номер маған. Деп, сәл таңдауға возможность берсе, таңдап, Яндексте болса сандалып сұрамайтындай ғой, ешкім. Барасың ба, бармайсың ба. 12 минут подачаны береді да, средний подача деп. Қабылдамасаң 5 активностіңді даңқ еткізіп қалып тастайды. Арғарай қазір сол центрге барып, сол жерден қайтып қосылам. Примерно тастағы жаққа хотя бы барам. Сол жерде бір Садыхан деген аптека бар, сол жерден 4-еулеп беруші еді, көреміз бүгін. 5-еулеп береді арасында. Так, центрге қарай келдік. Садыханнан 3 заказ алып алдым. Біреусі мынау тиіп тұрған жер ғой. Артқа ма, алға мекен бұл. Поверните налево, а затем поверните налево. Мынандай заказдарда болады. Аптекадан түскен заказдардың 80-90% в основном сол пенсионер кісілер вот жаман жаңа шит прям немен шығады ғой, балдақпен әрең шығады.
ойлап қоясың. Поверните налево. Бір жағынан пайдамыз тиіп жатыр ғой соларға деп. Здравствуйте. Все, Спасибо. пожалуйста. Тут не нужно, да? Да, вроде нет. Всего спасибо. Пожалуйста, до свидания. Здравствуйте. Пожалуйста. А что-то нет смс? Ау? СМС. А, нет, там, это же вольт. Здесь нету. Да? Да. Андай, бір пакет кошачий корм. Сағат 4-тен 18 кетіп жатыр. 14 кетіп жатыр, 15 кетіп жатыр. 11-ден бері 5 сағаттан асты линияда жүргенімізге. 13 вручение жасадым. 50 километр жүріп тастадым. Қазір обед ішіп алуға бара жатырмын. Обед ішіп алуға бара жатырмын. Статистиканы көрсетейік қазіргі уақытқа деген. 13 вручение. 13 вручение. Вольтпен жүрген, 37 километр, бірақ жана Микраштан центрге қарай қаштым ғой, сол кезде лишний километр жүріп тастадым, ол вольтсыз жүрген уақытым. То есть 17.231 теңге болды қазірше. Обедімді ішіп алайын қазір. И қайтадан шығамыз линияға. Мынау бүгінгі тасыған заказдарымыздың тарифі. Мынаны көрдіңіздер ме? 0.94 1 километр десе болады. 1332 теңге. Оның алдындағысы 1,5 километрге 1400 теңге. Оның алдындағы общий 7 километр 2000 теңге. Тарифтер жаман емес болып жатыр. В принципе, 1900-дан бастағанбыз азанда. Общий осындай болып тұр. Бүгін кішкене сұйық тамақ ішпесек, жылынып алатын нан, сорпа, чай, сүтпен. Бүгінгі түскі асым менің сағат 5-те ішіп отқан. Мегаға кіруге желание жоқ. Неге? Өйткені Меганың парковкасы 15 минуттан кейін 500 теңге болып кетеді. Сыртқа қойып кетуге болады, жаяуға жүріп қаласың. Просто уақыт терет етесің ана жерде. Еще айналасын бәрі запрет. ГАИ майлар не қылып қою мүмкін шығар. Общий 3 километр, 4 километр мынаны алға болады. Баханди Каминка дейді. Бахандиден тағы бір 2 қосып береді деген ойдамыз. Қазір көреміз қалай болады. Ауа райы болса дем арасында құртылып кете салады Алматыда. Қар жауып жатыр. Кешкісін дерзкий болу керек қой заказ еткенім қазір. Кешкісін мопедтер шықпаса вообще сұмдық болу керек деп ойлап отырмын. Тем более Каспий жұмачосы непонятно. Бір жерден 3 заказ алып алдым. Екеуі KFC, біреуі Бахандиден. Үшеуін таратамыз. Бағалар дерзкий болып шығып жатыр негізім. Хотя мынаны қарап отырыңыздар. Бірінші адреске 4 минуттық жер. Бірақ подачасы 11-12 минут жерден келдім. Бұл жердегі самый главный плюсы подачаңды да есептейді ғой километраж ретінде. То есть бағана ана жақтан келіп, мына жерден алып, клиентке апарған, полностью тарифицируется. И сол үшін жаңағы біріншісі қымбат болды. Қазір үшеуін аяқтап болғаннан кейін көрсетемін. Бұл осы 3 заказ мен бір жерден алдым. Әр жерден жинаған да жоқпын. Так, жаңа 3 заказды бітірдім. Кішкене тупняк ұстап қалды мына карта. Битті бірінші мен Жандосова Правдадан алдым. Мына жерге 11-ші микрорайон студенческий Алтынсаринаға келдік. Қайтадан Жандосова Правдада қарама қарсы неге нархоздың артындағы үйге бардым. И қайтадан мына жерге келдім, студенческий. То есть осы жерден бірден тастап, сосын анаяқа или ананы тастап, осыған потом анаған бару керек еді. Сол үшін кішкене осындай нюансиктер болады. Бірақ бағаларын қазір көрсетемін. Әрқайсысы бөлек-бөлек тарификациямен есептелді. Мына бүгінге кірсек, соңғы 3 заказды көрсеңіздер. Мына 1153, 1320 и 1766 теңге үшеуі. Общий 1 сағат кетсе кеткен шығар. Ну, нормально.
Енді аптекаға баратырмын. От А до Я деген аптека бар мына жерде. Шаляпина мен Сатпаева бүйтіп өтетін зигзагта тұрған. Сол жерге барам, қазір көреміз. Енді надеюсь бір 4 заказды қолыңа гәңк еткізіп бересіз. Тоже біріншісі 1000 қанша болды? Уже қарамайтын болған соң. Жақын ба? Ала беріп болды, короче. Жаңағы от А до Я деген неден аптекадан алдым да бір адресті тастаған едім мына жерге тастаққа әкеліп. Сразу Садықханға бар деді. Садықханға келіп тағы 3 заказ алып кеткенсің ғой. Қарсаңыздаршы. Забрать Садықхан и самый главный приколдың қайсысы? Қараңыздар, оның екеуі, мынау Кристина Т деген жер. Бір адресте екеуі де. То есть осы кісіге қазір 2 заказ апара жатырмын. 2 аптекадан алдым ғой сол кезде получается. А бірақ тарификация алса әрқайсына бөлек-бөлек жүреді. Сағат кешкі 9-дан ашып жатыр. Бір заказ салонда бар. Папа Джонстан алған. Біреу мына жерде Бахандиден по пути бәрі. Алып кетуге бара жатырмын. Тарифтер бара-бара көтеріліп баратыр. Мен шаршадым уже. Жай мен тек қана в направлении мен үйге қарай бара жатқан сол бағыттағы ғана заказдарды алып жатырмын. Статистиканы көрсек. Бүгінгі статистика вольтта мынандай 88 километр дейді. 34.317 теңге Поверните дейді. направо. Нормально, да? Қазір еще салонда екіншісін алып кетем. Мына жерден тағы біреу беру мүмкін Бахандиден. Так, ағайындар, сағат 11-де шығып кеткем линиядан. Қазір мына 11-ден асып кетті. Пока бензин құям. Бүгінгі бензиннің расходы. Так, мына 108 километр бензин полный құйып алдым қайтадан. Басында пробег қандай еді, қазір мынандай 14 мың шақ жүріп тастағансың ғой бүгін. Сонымен бүгінгі қорытынды жаңағы 5000 теңге расход болды. Статистикаға кіреміз. 110 километр жүрдім примерно. Заработок приблизительно 41487 теңге болды. 5000 теңге алып тастаймыз. Сол кезде қалатыны 36 мың ба? 36 мың теңге дейікші, грубо есептей береміз. Содан жаңағы минус 22% алып тастаймыз. Ол жаңағы нелеріміз. Пенсионка, подоходный, анау-мынау. Сол кезде маған бүгінгі күнге келетіні 28 мың теңге таза қалып отқаны. 12 сағат болды линияда жүргеніме. Қалай сіздерге вольт ұнап жатыр ма? Маған лично ұнап жатыр. Мен бүгін кішкене көбірек заказ болды. Қар жауды, сұраныс көбейіп кетті. Мопедтер көп болған жоқ қалада, плюс Каспий жұма болып жатыр. А так негізі 10 сағатта грязь 25, тазасы сол 20 қалып отырады ғой, 15 ондай қалып отырады. Қатты қинамаймын өз-өзімді, білесіздер мені көріп жүрген адамдар болса. Енді қалай тіркелеміз десеңіздер, Алматы, Астана қаласында біздің паркке мен тіркеп бере аламын. Бұл жерде алданып қалып жүрмеңіздер, кім болса соған. Сенімді паркермен жұмыс істеңіздер, или ИП ашып прямой вольтқа барып жұмыс істеңіздер, ИП-ыңларыңыз болса. Біздің паркте ИП-мен жұмыс істей береді. То есть біздің парктың плюсы қандай? Аптасына 3 рет ақша жіберіп отырады. Вольттан қалай келеді, сразу жіберіп отырады ақша. Кейде вольт өзі задержка болып қалуы мүмкін. Менің WhatsApp номерімді білесіздер, видеоның сипаттамасында WhatsApp номерімді жазып қоям. Именно WhatsAppқа жазыңыздар жұмыс уақытында. Сол кезде ғана мен сіздерді тіркей алам, таңғы сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін ғана. Одан бөлек уақытта не қыламын. Қараңыздар, сіздердің анкеталарыңызды толтырамыз, сосын сізді собеседованияға шақырады, бәрін тіркейді, сумка береді, анау-мынау. Сумка алмасаңыздар да болады, OLX-тан сатып алсаңыздар болады. Қысқасы, сұрақтармен болса комментарийға жазсаңыздар болады сұрақтарыңызды. Сосын арнаға жазылып қойыңыздар. Лайк басып қойыңыздар, комментарий жазып қойыңыздар, бөлісетін жерлер болса бөлісіп қойыңыздар. Осы видео конкретно ажиотаж болып жатса, вольт жайлы тағы да сіздердің сұрақтарыңыз, может мен өзімде әлі опытный емеспін вольтта, қалай нормально опыт жинап алам. Осы видео нормально не рост көрсетіп, жаңағы лайк көп басып, просмотр көп жинап жатса, әрине екінші сериясын түсіреміз.
Қазірше бағана айтқанымдай кішкентай дезинформация беріп қойыппын. Бұл жерде пеший курьер жоқ деп. Пеший курьер болады күн жылыған кезде. Тоже бәрін тіркей алатын боламын мен. Болашақта егер тіркелгілеріңіз келсе, жаңа астында WhatsApp номер бар айтқанымдай. Шаршағанский, сол үшін кішкене ойларымды дұрыстап жеткізе алмай отырмын. Соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Барлығымыз келесі видеоларда жолыққанша аман есен сау болайық ағайындар.